Birinchi A sınıfı, sınıf yetekçisi Төлөбек va Gulshat Soветовна, pedagog шебер, еңбек өтілі 37 жыл, халықаралық, республикалық байқаулардың жеңімпазы. Қоңырау үні жаңа күннің ғана емес, жаңа мүмкіндіктердің де бастауы. Әр баланың жүрегінде бір арман, бір үміт бар. Сол үміттің шамын жағу ұстаздың қасиетті миссиясы. Ұлттың болашағы мектептен, мектептің жүрек ұстаздан басталады. Әр таң сайын мектеп табалдырығын аттаған әр бала өзімен бірге арманын, үмітін және болашаққа деген сенімін ала келеді. Сол сенімді білімге, білімді өмірлік құндылыққа айналдыру менің педагогикалық ұстанымым. Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты білімді меңгерген оқушыны ғана емес, алған білімін өмірде қолдана алатын тұлға қалыптастыру. Бұл жол әр таң сайын мектеп табалдырығынан басталады. Бұл қарапайым мектептің қарапайым таңы. Бірақ дәл осы есіктен ертеңгі ғалым, дәрігер, инженер, ақын мен ұстаз кіріп келеді. Олардың әр қайсысының үлкен өмірге бастар жолы бүгінгі сабақтан басталады. 21 ғасыр мұғалімі тек білім жеткізуші емес, оқушыны ізденуге, ойлауға, өз ойын еркін жеткізуге жетелейтін тұлға. Сондықтан қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты алған білімін өмірде қолдана алатын функционалдық сауатты тұлға қалыптастыру. Осы мақсатты жүзеге асыруда өз тәжірибемде сторителлинг технологиясын оқу сауаттылығын дамытудың тиімді құралы ретінде жүйелі қолданып келемін. Педагогтың кәсіби дамуы үздіксіз ізденіс пен тәжірибені жетілдіру үдерісі. Осы ұстанымды басшылыққа ала отырып, халықаралық, республикалық, ғылыми-практикалық конференциялар мен форумдарда тәжірибемді бөлістім. Авторлық педагогикалық тәжірибем білім беру саласындағы түрлі байқауларда жоғары бағаланып, кәсіби жетістіктерім бірнеше марапаттармен атап өтілді. Ұстаз жетістігінің ең үлкен өлшемі шәкірт жетістігі. Оқушыларым республикалық және халықаралық зияткерлік, шығармашылық және пәндік байқауларға белсенді қатысып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Балаға ата-анадан кейінгі білім мен тәрбие бере алатын тұлға ол ұстаз. Гүлшат Советқызы менің баламның талантын тұтатып, табиғатын аша білген, өте білікті, шебер ұстаз. Балам бұрын соңды өзінің ойын қысылып жеткізетін болса, қазір ойын нақты әрі сенімді жеткізеді. Баламның өзіне деген сенімділігі артты. Шығармашылық тапсырмаларды сондай қызығушылықпен орындайды және кітап оқуға деген зейіні ашылды. Қазір көптеген ертегі кітаптарды оқып, мазмұнын бізге түсіндіріп, қызықтап айтып отырады. Адамның адамшылдығы, ақыл, ғалым, жақсы ата-ана, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаз демекші. Біздің ұстазымыз балаларға өзінің шыншылдығымен өнеге бере білген, шәкірттеріне мейірім шуағын төккен, жаны жомарт, пейілі дархан, барлық құрметке лайықты ұстаз деп білемін. Менің сынып жетекшім Төлөбекова Гүлшат Советқызы. Біз сабақты өте қызықты өткіземіз. Біз бұрын мәтінді оқып қана қоятынбыз, ал қазір оның мазмұнын айтып, негізгі ойымызды нақты жеткізе аламыз. Біз мәтіндегі кейіпкерлерді жақсы сомдаймыз. Сабақта бір топпен бірлесіп жұмыс істеуді үйрендік. Бұның бәрі Гүлшат апайдың арқасы. Мен Гүлшат апайыма үлкен алғысымды білдіремін. Бірінші А сынып оқушы Ермек Асылай, менің сынып жетекшім Гүлшат Советқызы. Менің апайымның сабағы ұнайды, себебі оқуды ғана емес, ойлануды үйретті, жазуды үйретті. Маған әсіресе ана тілі сабағы ұнайды. Бұл жақта тақпақ жаттайсың, ертегі оқисың, рөлге бөліп оқисың. Гүлшат апайдың сабағына қызығып қатысамын. Сыныбымда 25 оқушы палитрадағы 25 түрлі бояу іспеттес. Әр қайсының өз орны, өз ерекшелігі бар. Бірі көшбасшы, бірі өнерпаз, ал енді бірі білімге құштар. Әр оқушы қайталанбас тұлға. Ал менің міндетім сол бояуларды үйлестіріп, бір арнаға тоғыстырып, болашақтың жарқын да көркем бейнесін салу.